Сәлем достар. Біз алдағы видеода крючокпен тоқуды үйрендік. Енді бүгін крючокпен домалақ қылып тоқуды үйренеміз. Ол үшін бізге жіп және крючок және осындай түйреуіш қажет болады. Біз бастамас бұрын осы схема бойынша түсіндіріп кетейін. Скриншот жасап алыңыздар осы схеманы. Қараңыздар, біз қазір круг тоқимыз. Ең бірінші круг тоқимыз. Сол кезде кругтың ішіне біз 6 ілмек ілеміз. Мына ол 6 ілмек, міне мынау. Одан кейін біз 6 ілмекке екінші рядта уже әр ілмекке 2 ілмектен іліп отырамыз. 2 ілмектен. Сонда бізде екінші рядта бізде 12 ілмек болу керек. Ал үшінші рядта біз уже мынау бірінші ілмекке 1 ілмек ілеміз, ал екінші ілмекке біз уже 2 ілмек ілеміз. Сол кезде біз уже 6 ілмектен әр рядта қосып отырамыз. Мұнда 12 ілмек болса, уже бізде үшінші рядта 18 ілмек болады. Төртінші рядта уже 24 ілмек болады. Ары қарай солай 6 ілмектен қосылып отырады. Мұнда қанық мен боялғандардың барлығы бір ілмекке 2 ілмек ілініп отырған деген сөз. Қазір мен көрсетемін, жақсылап қарап алыңыздар. Бұл әдіспен кез келген шапканы, шляпаны, басқа да заттар тоқи берулеріңізге болады. Енді бастаймыз. Мына қысқа жіпті мына қолымызға ұстаймыз. Сөйтемізде мына ұзын жіпті оң қолымызбен ұстап, мына қысқа жіптің үстінен әкелеміз де, мынаны қолымыздан шығарамыз. Сөйтіп мына крючокты алып, мына тұрған жіпті осы крючокқа іліп аламыз. Сөйтемізде мынаны саусаққа іліп, мына тұрған 2 жіпті, мынаны екеуін бұлай қыстырып аласыздар. Сөйтесіздерде мына тұрған жіпті 1 ілмек іліп аламыз. 1 ілмек іліп аламыз. Енді біз мына кругтың ішіне 6 ілмек ілуіміз керек. Бірінші ілмекті тоқимыз. Мына 1, бірінші ілмек кетті. Екінші ілмек. Мынаны қолымызбен ұстап тұрамыз. Үшінші ілмек. Төртінші ілмек. Бес және соңғы 6-шы ілмекті ілеміз. Енді мына тұрған қысқа жіпті тартқан кезде мынау тартылады. Бізде ілмекте 6 жіп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді осы жерде біз енді круговой қылдырып тоқимыз, айналдырып. Егер айналдырмай әр рядты жеке-жеке тоқитын болсаңыздар, біз осы жерде бітіріп мынаны аяқтаймыз да, екінші рядтан бастап тоқимыз. Мен қазір сіздерге айналдырып тоқуды көрсетемін. Ол үшін біз мына тұрған бірінші жібіміз, жаңағы іліп алған, ең бірінші іліп алған жіптіге мына крючогымызды алғаш кезде кішкене қиындау болады, ыңғайсыздау болады. Мына бірінші ілмекке іліп аламыз. Сөйтемізде мына жіпті алып, мына 2 ілмектің ортасынан мына жіпті өткіземіз. Сол кезде бізде екінші рядтың бірінші ілмегін ілдік. Енді біз бұны ұмытып қалмас үшін, шатасып қалмас үшін, мынандай ілмекпен осы мына тұрған бірінші ілмекті іліп қоямыз. Міне бұл бізде бірінші ілмек болып есептелінеді. Енді осы жаңағы бірінші ілмекке біз бірінші ілмекті ілдік қой. Осы бірінші ілмекке 2 рет іліп аламыз. 2 ілмек аламыз. Яғни біз басында кругқа 6 ілмек ілдік қой. Енді екінші рядта осы 6 ілмекке 2-2-ден тоқыған кезде бізде
12 ілмек болу керек. Міне, қараңыздар. 2 ілмекті ілдім. Енді екінші ілмекке тағы да 2 ілмек ілеміз. Мынау біріншісі, және қайтадан сол ілмектің ішіне крючокты кіргізіп, екінші ілмекті ілеміз. Бізде 2 ілмекке 4 ілмек болды. Енді үшінші ілмекті тоқимыз. Бұл үшінші ілмекке де 2 ілмек тоқимыз. Сонда бізде 6 ілмек болды. Енді төртінші ілмекті аламыз. Төртінші ілмекке де 2 ілмектен тоқимыз. Бесінші ілмек. Кеде 2 ілмек, қайтадан осы ілмектің ішіне крючокты кіргізіп, екінші ілмекті тартамыз. Соңғы 6-шы ілмекке қайтадан кіргізіп, бірінші, және қайтадан осы ілмекке кіргіздіріп, крючогымызды екінші ілмекті аламыз. Енді үшінші рядты тоқу үшін біз ілмегімізді ала тұрамыз, уақытша мұнда қоямыз. Сөйтемізде бірінші ілмекті тоқимыз. Сөйтемізде қайтадан түйреуішпен белгілеп қоямыз бірінші ілмекті. Енді біз үшінші рядта бұлай тоқимыз. Бірінші ілмекті біз 1 ілмек ілеміз, ал екінші ілмекке 2 ілмек аламыз. Міне, 1, қайтадан осы жерге крючокты кіргіздіріп, екінші ілмекті аламыз. Одан кейінгі ілмекке 1 ілмек аламыз. Одан кейінгі ілмекке 2 ілмек аламыз. Яғни 1 ілмектің ішіне 2 рет крючокты өткізіп, 2 ілмек жүргіздіреміз. Міне, осылай соңына дейін тоқисыздар. Міне, тоқып болдық үлгімізді. Міне, әр рядта бізде 6 ілмектен қосылып отырады, ол көрініп отырады. Дәл осы схемамен біз берет тоқсақ болады. Алдағы уақытта тоқитын боламын. Менімен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.